Пайғамбар алейхиссалам айтады, сіздер дәреттеріңізді толық алып болғаннан кейін былай деп айтыңыздар: Ашхаду ан ла илаха иллаллах, мен куәлік етемін Алладан басқа тәңір құдай жоқ екеніне. Вахдаху ла шарика лаху, және ол жалғыз болған Алланың серігі жоқ екеніне куәлік берем. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху, және мен куәлік етемін Пайғамбар алейхиссалам Алланың пайғамбары, құлы екеніне куәлік етемін. Осылай деп айтатын болса, калима шахада, онда ол адамға жәннаттың 8 есігі ашық тұрады, қалағаннан кіреді дейді. Бауырлар, жәннаттың жолдары осылай болады негізінде. Мүмкін сіз қарапайым ойлап тұрған шығарсыз, бірақ мына сөздер Пайғамбар алейхиссалам айтып жатыр. Дәреттен кейін де осы дұғаны айтып жүрейік, калима айтыңыз. Кейде былай ойлайды екен кісілер, калиманы ол ислам қабылдағанда ғана айтпайды ма дейді. Жоқ, калиманы әрдайым айтып жүру керек. Әрбір сәтіңізде айтуға